Сені қинап отырған шынымен осы ма? Осылар. Сен болсаң үйден кетіп осында келдің. Қаншама жыл бұрын бала кезімде жазған хикаяны оқып, сенімен бірге күннің жүрегінде болуды армандап, қиялдаған үйді жасауға тырысыпсың. Әне, қара, ана жерде дастархан, шырақты да жағыпсың. Пеште тұр. Үстінде картоп бар шығар. Солай ма? Себебі мен солай жазғам. Есіктің алдында күн бағас. Екеуміз бірге бақша егуіміз керек болады. Егеміз. Міне сен осындай жүрегі кең, сұлу да адалсың. Ал мен бейшара, басынан сор арылмаған сұмырайдың нағызымын. Бұрын жүрген әйелім қазір үйімде тұрады. Саған тиесілі үйді. Сен үйді мен үшін саттың. Ал мен сені қорғай алмадым, Фарида. Мен сені өз-өзімнен де қорғай алмадым. Болған жағдайлары жүйкеңе қатты әсер етіпті. Келші. Айналамызда не болып жатқаны маңызды емес, Кемран. Оның бәрін біз тоқтата алмаймыз. Ең бастысы, соншама қиындыққа қарамай, бір-бірімізге адал болып қалғанымыз. Және бір-бірімізді қаншалықты сүйетініміз. Қатты. Жанымнан артық жақсы көрем, Фаридам. Сен менің жүрегімнің ішіндегі жүрегімсің. Сенен айырылық қыламба деп қатты қорқам. Мен сені мәжбүр болғандықтан сүймеймін. Мен сені жан жүрегіммен сүйем. Осы уақытқа дейінгі тілеген тілектерім қабыл болғандай. Үмітім, сенімім ақталғандай. Мен сені жеңлерімді біле тұра. Мектеп бітірмей тұрып болмайды. Оған да көп уақыт қалған жоқ қой. Біраз шыдай тұр. Оған дейін маған қонаққа келіп тұрасың. Кешкі аста ішкен жоқсың ғой, әке. Қарным тоқ, қызым. Бұлай болмайды, ең болмаса ауыз тий. Апаңды жазықсыз жазғырыппын ғой, Нәжмия. Фаридаға ештеңе айтпапты. Ағаңның айтуына қарағанда Фарида ештеңе білмейді екен. Иә, өзі ергіп кетіп қалған ғой. Апамның да тілі ашы, білесің ғой. Ашуланса, түйреп сөйлейді. Саған ерегесіп, ауыр сөздер айтқан соң, араларыңда бір түсінбестік болған ғой, әке. Айранда үйіп отырған отбасымның шырқын бұздым. Осы жасқа келгенде апаң жесір қалды. Бұлай бұлар деп кім ойлаған? Әрқашан мақтан тұтатын берекелі отбасымның бір сәтте тас талқан шықты. Кімнің қайда жүргені белгісіз. Бәрі бет-бетіне кетті. Ешқайсы бір-бірін түсінгісі келмейді. Тыңдауға да құлықсыз, дәппір жау секілді. Құтты жаума дәрсің. Бұл күнді өтеді, әке. Бәрі өзімізге байланысты. Қолымыздан келе ме? Келгенде қандай? Сен маған көмектесесің бе? Қасымда болып қолдайсың ба? Әлбетте, әке. Ертеңгі алғашқы шаруаң Бәсима ханымды үйге алып келу болсын, Нариманды да бөлек шығаратын шығарсың.
ескертіп қояйын. Басима ханымымыз өте ерке, айтқанға көне қоймайды. Мырзам, осы биді менімен билемес пе екенсіз? Фарида, оны мен айтуым керек қой. Иә, бірақ әлі күтіп отырмын. Сенің биге шақырар түрің жоқ. Романтикалық сәттің қызығы қалмайтын болды. Кешірім өтінем, Фарида, менің қателігім. Ойланып кетіппін. Ал, кешірдім. Есіңді жиып, ауыр ойдан арылшы. Дәл қазір жер бетінде сен екеуміз ғана қалдық деп ойла. Бұл сенің қиялыңдағы үй, ал менің алтын ұям. Осы бақытымызды, берекемізді бұзып алмайықшы. Дәл қазір. Уақыт тоқтап қалса шіркін. Бақыттан басым айналып тұр. Өмір бойы осылай қала беруге разымын. Зерікпейсің бе? Сен қасымда болсаң, неге зерікпейсің? Қайдам? Кейде тіпті мен өз-өзіме шыдамай кетем. Сенің орныңа мен шыдай салам. Сонда менің мазасыз қыз екенімді мақұлдап тұрмасың? Жоқ, Фарида. Менің аузымнан ондай сөз шыққан жоқ қой. Шықты. Байқаймын, құлағың мен аузыңның арасы тым алшақ. Немесе сен ым-ишара дегенді түсінбейсің. Ақын үшін бұл нашар қасиет. Фарида, екеуміз билеп жүрміз. Әлгі романтикамыз қайда? Қайда? Мұнда емес пе екен? Мына жерде. Бүгін де күндегідей ғашықпын. Қарнымда ашып тұр. Неткен көркем едің. Сені жаратқан Аллаға шүкір. Қалай болдың? Жақсы сияқтымын. Таңда әрең атқыздың ғой. Үстіңдегі киімді қаншама рет ауыстырдым. Қатты ауырып тұрсың ба? Әлім құрып тұр Мінәуір. Тоқтамай жылай бергім келеді. Мен болсам отырағап жоқтау айтар ем. Кемран мырзаны Фариданың құшағына өзің қоя бердің. Неге одан бас тарттың? Әлде одан айнып қалдың ба?
Сенің миыңның жеткен жері осы ғой. Одан бас тартқан жоқпын. Кемранның да, басқаларының да сеніміне кіру үшін осылай істедім. Мұнда көбірек қала тұру үшін. Әйтпесе Фарида кетіп қалса, мені мұнда қалдыра қояды деймісің. Әжетханаға шығасың ба? Әлде таңғасыңды дайындай берейін бе? Барайын. Жүр. Фарида, мынау неткен керемет тосап. Мұны кім дайындаған? Білмеймін. Базарда бір әйелден алдым. Барып оның барлық тосабын сатып алу керек екен. Бәрін. Алайық. Қызғаншақтығыңның тәтеге пайдасы дейсін. Немересін оқытып отыр екен. Туы, Кемран. Қарай көр. Сонда қызғаншақтығын саған ұнамайды екен ғой. Жүсіпке бола мазам кетіп жүрет, ол мәселе шешілді. Сізге қояр басқа талабымыз жоқ. Шайымызды сыртта ішсек қайтет. Жарайды. Кір. Қайырлы таң, әкешім. Ас болсын. Өзіңе де қайырлы таң тілеймін, қызым, рахмет. Апамды барба келгенің жөн болар. Солай дейсің бе? Менің әкем күнделікті қырынып, мұнтаздай боп жүреді. Апамды өзіне баурап алады. Ал қане, онда іске кірісейік. Қоршау аса биік болмасын. Осы жақсы. Мәселен, қояндар бақшаға емін еркін кіріп шығып жүретін болсын. Басқа не керек? Басқа... Бақшамызда әбден қызған топырақ болсын. Сен құнарлы топырақ деуші едің ғой. Дәнді тастай салғанда, сол жерге өрік ағашы өсіп шығатын болсын. Қара шерік. Тың айтылған топырақ қой. Түсінікті. Басқа? Содан соң әткеншек керек. Адам әткеншекте тербелгенде, құдды ұшып жүргендей болады. Фарида, әуелі шайымыз ішіп алсақ қайтады. Жақсылап тойып алайық, содан соң бақшадағы шаруаларға кірісеміз. Топыраққа ештеңе болмайды. Сен тиіссең де, тиіспесең де бабында жата береді. Қанекей. Бөтен ниетімнің болмағанына көзіңіз жеткен шығар. Түсінбедім. Кемранға Фариданың хатын беріп жол көрсеттім. Оны бос торғайға өзім шығарып салдым. Осылайша Бәсиманың да бейгүнә екені белгілі болды. Сол үшін саған рахмет айтуым керек пе? Ол хат сізде қайдан жүр деп ешкім сұрамайды деп бедің? Хат кездейсоқ қолыма түсті. Оны бірден ұлыңызға бердім. Нариман ханым, зымияндықты біз де білеміз, бірақ ондай іске бармаймыз. Дұрыс жолды таңдау бір басқа да, сол жолдан тайқып кету бір басқа. Мен сен таңдаған жолдың кедір бұдырына дейін білем. Дұрысы, бекерге сүйкіміңді кетірме. Бәрібір осы қалпында қалам. Жаман ниетім жоқ екенін әлі-ақ түсінерсіз. Оған уақытың бола қоймас.
бір-екі күнде бұл үйден кетесің. Қайда? Оны уақытында көресің. Көрсек көрейік, кім кетіп, кім қалар екен. Қызым, неге өз беттеріңмен үйден кетесіңдер? Қалғандары қайда? Фарида мен Кемран қайда жүр? Жезде, олар артымызда келе жатыр. Неге ешкімге айтпай кеттіңдер? Алаңда бөлдік қой. Фариданың қатты кеткісі келді, ешкімге айтпа деп уәдемді алды. Дұрыс болған екен, сендерге не дейін? О, тоба, тоба. Қатты алаңдадыңыздар ма? Ашулысыз ғой. Жай ашулансақ жақсы ғой. Үстелімде әкеңнен келген хат жатыр. Оқыған соң неге хабарласқан маған айт, білейін. Жұмәлі, көлік дайын ба? Дайын, мырза. Жүр, кеттік. Бірдеңе болған аушамасы. Мен де байқадым. Бір дүрбелеңнің болғаны анық. Қане сен үйге кір. Қазір не болғанын білеміз. Бар. Иә, жұмыс қалай жүріп жатыр? Иә, көріп тұрғанымдай. Рахмет. Қоршауды жөндеп шығуымыз керек. Содан соң қақпа орнатамыз. Өткен кеткендер бұл үйде біреудің тұрып жатқанын білсін. Солай емес пе? Қалай болар екен? Жоқ, құмырсқалардың елеуін бұзып, өз қамымызды жасағанымыз дұрыс бола ма? Одан да бұл жерге ас көгейіп тастайық. Айттым ғой, маған қоршаудың биік болғаны ұнамайды. Жарайды, түсіндім. Онда бақшаға қарақшы жасақ қоямыз. Білесің ғой, қарға құзғынға сенім жоқ. Мен олардан қорықпаймын. Білем. Сен батыр қызсың. Әй, Фарида шай. Сескеніп, сақтанып жүрсен ғой. Мен тек адамдардан қорқам. Ең қауіпті мақұлық адам. О, жаратқан ием, мен адамдардан сақтай көр. Аюға, қасқырға, құзғынға жем қылсаң да, адамға жем қыла көрме. Әумин. Әумесер. Өзің әумесер. Саған ренжідім. Жүрегімді жараладың. Кеттім. Қайда кеттің? Қайда? Фарида? Не істесем екен? Көмектесе көр. Фарида. Құмырсқаларды тойдырып жатырсың ба? Әттең, осынша жүрегің кең болмағанда ғой. Неге олай дедің? Сынағы тым ауыр болады. Ауыр. Сондықтан Алла пендесіне көтере алмайтын сынақ бермейді екен. Фариданың мектебіне барам.
Бірден шығасыз ба? Таңғы астан кейін шығам. Өмірінде ешкім жасамаған жақсылықты оған мен жасайым. Күйеу жігітінің шынайы бет бейнесін әшкерелейм. Нариманның Кемраннан жүкті екенін білуге бірден бір қақы бар кісі сол. Мына жерді түзет. Апельсин ашып әкелдім, кел. Жеп әлденіп ал, күш береді. Кел, таста оны. Жеуін жейміз ғой. Бірақ мына қолмен қалай жейм? Қараш. Кел, қолыңды жуайық. Мойныңа балшық жабысып қалыпты. Қай жерге? Міне мына жері. Балшық қатып қалған ба, не? Ne yapıyorsun? Мұның не? Сенің ойнағың кеп тұр екен ғой. Қазір көрсетем. Uğraşmak istiyor. Қане бергел. Фарида? Фарида қайдасың? Ей! О, әпкетай келіп қалыпсыңдар ғой. Фариданың еркелігі басылды ма? Feride'nin Ол да үйге қайтып келді ме? döndü mü o da konağa? Тыныштық па? Сені тағы түлен түртті ме? Сендердің тосын сыйларың үшін үйде жанжал шықты. Әкем апаммен ажырасты. Не? Айдың күннің аманында Бәсима ханымен ажыраса салды. Иә. Ne diyeyim? Демек ол кісі жалғыз әйелмен қалғысы келген. Ал Басима ханымға әділетсіздік жасапты. Білгіш дәрігеріміз байғұс шешесін қолдап қорғай алмаған ба? Әкесіне қарсы тұра алған жоқ па? Biz Шіркін, шешем тірі болса, күнде табанын сүйер еді. öperdik diyoruz. Кейбіреулер анасын аяғынан шалып, құлатып жүр. Әркімнің жағдайы әртүрлі. Бұл сен ойлағандай емес. Nasıl? Не боп қапты? Нариманның аяғы тайып құласа да өлмеді. Құтыла алмадық. Жоғарда ауырып жатыр, құрып кеткір. Нариманның ауруының бұған не қатысы бар? Екеуі күндес емес пе? Күндестің күні белгілі ғой Жүсіпжан. Қайтесің оларды? Оған біздің басымыз ауырмасын. Мен саған кофе демдеп берейін, ішесің ғой. Же, балам, же. Зәйтүннен де же. Мінекей. Фарида. Фарида, шық бері. Бұл ойының тым ұзақ болып кетті. Сүйіктіңізді жоғалтып алдыңыз ба, жас жігіт? Бәрі келді, Фарида. Бәрі келді, жарайсың. Кемран, мені түсіріп алмайсың ба? Түсірмеймін. Қалай шықсаң, солай түс. Құлап қалам ғой. Құлай бер, енді қайтем. Кемран, сенен жасырынам деп есім шығып кетіппін. Енді түсе алмай отырмын, аяқ басатын жер жоқ. Қанша рет айғайлап дауыстадым ғой, Фарида. Қызық қой енді. Қызық ба? Түкті қызық емес. Мен көп күлдім. Не? Жарайды, кел көмектесейін. Яни, кел. Ақырын. Мерси.
Қойш енді, Кемран, қабағыңды ашшы. Құдды балаңды ұрлап кеткенде ренжідің ғой. Қайдағы бала Фарида? Оны қайдан шығардың? Жай, әншейін айта салдым. Сондай сөз бар ғой. Түсінікті. Жарайды, мен біраз отын жинайын. Күн суып келеді. Жағдай осы. Annem sizin Апам сендердің кесірлеріңнен үйінен, күйеуінен айырылды. Оны Нариманға жығып бердіңдер. Біз қайдан білейік, Нәжмия? Қатты қамығып отырмын, рас айтам. Фарида да бұлай болады деп ойлаған жоқ қой. Шынымен бе? Не дегің келіп отыр? Соңғы кезде апам екеуі қырғиға боп жүрген. annemle biliyorsun. Білесің ғой? Иә, тәтем Фаридаға қатты көз алартып жүрген. Соған бола ренжуге бола ма екен, әпке? Апамның мінезі белгілі ғой. İyi gününde Көңіл күйі жақсы болса, одан сүйкімді кісі жоқ. Ал ренжи қалса, Алла оны дұшпаныма да көрсетпесін. Апамды жамандағаным емес. Оның осал тұсы осы. Жұрттың не ойлайтынына қатты мән береді. umursadığından. Сонда Фарида де естет деймісің? Біртінде үйден кетіп қалайын. Жезде мені тәтемнің кесірінен кетті деп. Екеуі ажырасын деп ойлады демексің ғой, ә? Мұндай арамдық Фариданың ойына кіріп те шықпайды, Нәжмия. Оған миы жетпегендіктен емес. Қазір оны толғандыратын өмірлік мәселелер бар. Мұндай қоқан-лоқы айлакерлік, басық жан дүниесі шіріп біткендердің ісі, Нәжмия. Әпке, мен әдейістет деп отқан жоқпын. Бірақ естісе қуанатын шығар дедім. Көрде тұр. Апаң мен әкеңді қайта табыстыратын бос тұрғай болады. Сен жоқтан өзгеге бас қатырып жүргенде ол ешкімді даурықтырмай өз ісін тындырады. Түсіндің бе? Нариман бәрін қырып жойып барады. Ай, сендерге осылай көрсету керек, әйтпесе жақсылықты түсінбейсіңдер. Бұдан былай осылай болады. Мыналарда кетіңдер, көзіме көрсетпеңдер. Не істеп жатырсың? Сәбиімді әкесінің бөлмесінде босанам. Кемран бұған қарсы болмас. Бұл бөлмеге күннің көзі жақсы түседі. Бер қара. Бұл үйде білгеніңді істейтін кім едің? Жоғалт көзіңді. Сүйреп шығарсаңшы. Нәжмия, мұның не? Жібер, Нәжмия. Нәжмия, қызмау. Жармес. Ақымақ. Мұнау есінен адасайын деген екен. Тоқтат. Нәжмия, сабаңа түс. Әй, қыз. Жинаңдар мына жерді. Не боп кетті мына жер? Азелия ханым. Қызым, кеше айтқан сөздеріміз Фариданың құлағына тиіп жүрмесін. Әйтпесе бәрі быт-шыт болады. О не дегеніңіз, Басима ханым? Мұны ескертудің де қажеті жоқ. Бұл мәселенің отбасыларыңыздың бірлігі үшін өте маңызды екенін білем. Маған сеніңіз. Жоға, сенбегендіктен емес. Десек те, кейде байқамай аузымыздан шығып кетіп жатады емес пе? Құдай сақтасын. Кешіріңіз, әңгіме не туралы еді? Ұмытып та қалдым. Мархабат. Саңғастарыңыз дәмді болсын. Сефидин мырза, қош келдіңіз. Таңғы астан сізде ауыз десеңізші. Жоқ, ас болсын. Мен Басима ханыммен оңаша сөйлессем бе деп едім. Мен сіздерге кедергі болмайын. Құдай біледі. Саған қиянат жасадым, Басима ханым. Хақиқатты білдім. Құдай-ау, сенде неге отқа май құйғандай Фаридаға мен айттым дедің, байқұс-ау.
40 жыл отасқан әйеліңді білмеуші ме едің, отағасы? Бәрің мені Фариданың қасшауы қылып қойдыңдар. Жан жағымнан анталап, жеп қоя жаздадыңдар. Сенің де ол қызға жүрегің шіби қоймағаны рас қой. Соның бәрін қорыққаннан, қарақан басымның қамын ойлағандықтан істет дедіңдер ме? Жарайды, қойшы бәйбіше. Сөзді сан-саққа жүгірткеннен пайда жоқ. Мен мұнда сенен кешірім сұрауға келдім. Пақыр Сейфеддиннің күнәсін кешіресің бе? Кемран, мен қалжыңдадым ғой. Неге сонша ашуландың? Ашуланғам жоқ, Фарида. Ашуланбағаның жақсы болды. Сенің көңіліңді қалай тапсам екен? Қытықтайым ба? Фарида, қойшы. Қойдым. Болды. Екеуміз екі жақтан түсіністік танытсақ, қайтадан отбасы болып кетеміз. Енді қайдағы отбасы? Құдай-ау, екеуміз қайтадан... Шынын айтқанда, қиын екен, сен жоқта таңда атпай қойды. Жас кезімізде мұндай сөздеріңе алданып қалатынмын. Ал қазір еш әсері жоқ, мырза. Нариманды бөлегіге шығарам. Ол енді өлгенше менің мойнымда. Sırtımda. Нариманды тастамаймын дейсің ғой сонда. Енді ортада бала бар ғой. Оның обалына қалғаннан жақсы ғой. Екеуміздің сөзіміз бір жерден шықса, бұл қиындықты да жеңеміз бәйбіше. Сөзімді жерге тастама, өтінем. Жүр, үйге қайтайық. Жоқ, өлсем де бармаймын. Жесір әйел сенің қасыңа қалай жақындайды? Жоқ, болмайды. Ой, қойшы енді. Соған қиналып отырсаң, қазір бір имам тауып, некемізді қидыра саламыз. Қане? Жүр, кетейік. Жоқ. Жоқ. Сейфеддин мырза, бармайым. Сен әйеліңе еш ойланбастан талақ айта салдың емес пе? Демек, бір білгенің бар шығар. Мен де бірдеңе білем. Не білесің, Бәсима ханым? Егер мені шаңырағыңа қайтып оралсын десең, әуелі ана Нариманды аулаға кетесің. Содан соң мені қайтадан өзіңе қаратуың керек. Бұлай біреудің үйінде жесір әйелмен оңаша кездесу күні. Қане Сейфеддин мырза, жолың болсын. Бар. Жақсы. Өзің аман бол. Не дейін енді? Достар аман болсын. Айыпқа бұйырмаңыз. Сіздің де мазаңызды алдық. О не дегеніңіз? Ештеңе етпейді. Sağ olun. Рахмет. Сау болып тұрыңыздар. Жақсы. Оны кешіргем жоқ. Әйел басыммен қазір паналайтын жерімде жоқ. Азеля ханым, үйіңде тағы бірнеше күн қала тұрсам бола ма? Қызықсыз, Бәсима ханым. Сұрағаныңыз. Қалағаныңызша бола беріңіз. Сен біздің өмірімізге құдды бір періштедей ендің. Ойламаған жерден, аяқ астынан. Әттен ертерек танысқанымызда ғой.
Осы біз бұрыннан бері бір-бірімізді қалай танымағанбыз? Бірдеңені дұрыс айтпадым ба? Yok Esra. Жоқ, о не дегеніңіз? мамыр Қазақстан және Қазспорт арналарында ақштан тікелей трансляция. Әлемге қазақ атымен танылған Қанат Исламның кәсіпқой рингтегі 24-ші жекпе-жегі. Кезекті қарсыласы Демон. Мексикалық Нарберто Гонсалес. Жерлесімізге жанкүйер болыңыз. Келді деп еді. Үйіңдегілер не жазыпты? Шақырып жатыр. Кетесің бе? Білмеймін. Фаридамен сөйлесейін. Содан соң көрерміз. Екеу жарасама қалай? Мүжгеннің жасы үлкен ғой. Тіпті жақсы. Ақыл айтып адам қылады. Жасының үлкен болғаны қайта жақсы. Кім-кімді адам қылғалы жатыр? Қолың күйіп қалды ма? Күйген жоқ. Сенің назарыңды аудару үшін істедім. Татуластық па? Фарида, біз ренжіскен жоқпыз ғой. Жақсы. Онда ойын ойнайық. Ойын ойнамай-ақ, жай үндемей отырсақ қайтады, Фарида. Әрине, сен ересек адамсың. Жай қарап отырғың келеді. Ал менің ішім пысады. Қане зырылдау ойнайық. Қойшы. Неге? Сырларың ашылып қалады деп қорқасың ба? Қане? Бастаймыз. 60 жасқа келгенде өзіңді қандай болам деп елестетесің? Уақыт кетті. Айт. 60 жаста беймаза, қазымыршал болатын шығармын. Футбол командасында құрдық, бала тәрбиелеушілерді де өсірдік. Қайырлы таң, әкетай. Қайырлы таң, шырағым. Әкесінің жас кезінен аумай қалғанын қаршы. Мұртына дейін. Қайырлы таң. Қайырлы таң тілеймін, әкешім. Рахмет, балам. Қайырлы таң. Фарида ханым. Астапыралла, бұл қалай болғаны? Бұлар кімнің балалары? Бірінен бір өткен сымбатты жігіттер. Бірақ ана балаға неге қызыл шақпақ костюм киіп қойғансың? Несі бар екен, балам әп-әдем боп жарасып тұр. Балам, сенің аузыңда не бар? Не шайнап тұрсың? Ошаған. Ошаған? Оша. Anası şimdi var. Шешелері бұларды әбден еркелетіп жіберген. Жақсылап шайна, дұрыстап шайна. Фарида ханым, мына балаң дұрыс емес. Неге олай дейсің? Біздің баламыз мұндай болу мүмкін емес. Неге, құдай-ау? Қане, біз мұны қайтадан жасайық. Қарай көр. 60-қа келіп айтып отырған сөзін қараш. Фарида, Не? бұл менің қиялым. Осындайды армандайым.
Сүйген жарыммен бақытты, салауатты өмір сүрсем деймін. Aşkımla. 60-ға, 70-ге, 80-ге келгенше сезімім сарқылмас екен деймін. Şimdi de 80. Керемет емес пе? алла ұзақ өмір нәсіп етсін. Әумин, әумин. Екеумізге де. Görünme çok hoş. Байқаймын, бұл саған да ұнаған сияқты. Қателесесің. Керісінше өзіңе ұнаған сияқты. Әрине ұнады. Ұнағанда қандай? Қиялдағанның өзі керемет емес пе? Ал кезек сенде. Қанеки? Не істесем... Саған не істесем кешірмес едің. Мұның жауабын онсыз да білесің. Егер маған опасыздық жасасаң, және өтірік айтсаң, кешірмеймін. Иә. Жақсы. Ал сен маған өтірік айттың ба? Иә. Қандай өтірік? Sıra bende. Кезек менде. Не істесем... Ne yap? Не істесем мені кешірер едің. Айта алмаймын. Енді егер қатты көңілім қалса, кешірмейтін шығармын. Қандай өтірік айттың? Саған 39 рет өтірік айттым. Сені сүймеймін. 16, Сені сүймеймін. 17, Сені сүймеймін. 38, Сені сүймеймін. 39. Соны айтасың ба?